Қайырлы күн достар, бүгін бір өте керемет рецептпен бөлісетін боламын. Ол үшін осылай бір стакан ұнға тұз, бұрыш және әртүрлі дәмдеуіштерді қосып араластырып аламыз. Содан кейін 200 мл сүтке бір жұмыртқаны қосып араластырып, кішкене сәл тұз қосып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Содан соң пиязымызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін осылай орташа 2 пияз алдым және кез келген банканың қақпағын қойып, осылай астына жақсылап турап аламыз. Қақпақ не үшін керек десеңіздер, ол деген пияз толықтай астына дейін турап бөлініп кетпес үшін керек. Содан кейін жақсылап видеода көрсетілгендей әрқайсысын ішін ашып дайындап аламыз. Дайын болған пиязымызды ұнға жақсылап әрбір бөлігіне кіретіндей етіп сеуіп аламыз. Содан кейін сұйық массамызға жақсылап малып аламыз да қайтадан ұнға салып 2 рет қайталап шығамыз. Бұл рецепттің жақсы жағы көп затты қажет етпейді және өте дәмді керемет болып шығады. Осылай видеода көрсетілгендей әрбір бөлігін ашып, ерінбей жақсылап салып шығыңыз. Енді дайын болған гүлдерімізді майға қуырып аламыз. Осылай табамызды қыздырып, жақсылап көп мөлшерде май құйып аламыз да, гүлдерімізді салып, жақсылап екі жағынан қызарғанша қуырып аламыз. Бұл тағам түрі Қытайдың халық асханасында жасалынады және бұл диеталық тағам емес. Сонымен гүлдеріміз дайын, дастарханның көркін ашатындай әдемі болып шығады. Дәмі де өте ерекше.